Армысыздар, қалайсыздар? Астанадан сөйлеп тұрмын. Елорда төріндегі нөмір 3-ші Олимпиадалық резерв спорт мектебі Толқын деген атпен танымал. Бұнда бокстан біздің жасөспірімдер, балалар және жастар осы жерде жаттығады, ұлттық құрамаға резерв дайындалады. Айтпағым, бүгін бұнда ерекше күн. Осы қазір ел намысын қорғап жүрген ұлттық команданың үздіктері бар ғой, Қамшыбек Қоңқабаев, Махмұт Сабырхан, Айбек Оралбай, Нұрбек Оралбай осында арнайы келіп балаларға мастер-класс өткізіп жатыр, кездесу өткізіп жатыр, сұрақтарына жауап беріп жатыр деген сияқты осындай бір қызу қарбалас. Және менің мақсатым осында табан тіреген Махмұт Сабырханға көптен көкейде жүрген сұрақтар бар, соларды қойғым келеді, жауабын алғым келеді. Азия ойындарында болдық, осы бірер апта бұрын Ханчжоудағы, ол кезде сұхбаттасудың сәті түспеді. Енді міне қазір араға қысқа уақыт салып, барлығын салмақтап, жарысты қорытындылап деген сияқты. Оның да енді көңіл күйі бір қалыпқа түскен шығар. Қазір сөйлесеміз. Және сол әңгімені сіздің назарыңызға ұсынғым келеді. Ендеше уақыттарыңыз алмай бастайық. Махмұт, көргенім өте қуаныштымын. Енді Азия ойындарында болдық, білесіз ғой, абыр-сабыр болды, одан кейін дұрыс сөйлесе де алмадық. Сіздерде де эмоция, жарыстың кезі қазір енді басылды бәрі. Көңіл күй қалай, жағдайың қалай жалпы? Кішкене енді жарыс кезінде көңіл күй түскен болатын. Лицензия бірақ ағамыз, Қамшыбек ағамыз алды. Енді көңіл күй қазірше нормально, енді жақсылап енді Құдай қаласа дайындаламыз. Алла қаласа енді Италияда болады, оған әлі тағы да іріктеу болады. Осы Астанада Спартакиада өтейін деп жатыр. Соған қатысып, тағы да сол жерде 57 барғанба өнер көрсетіп, өзімізді бірінші нөмірлі екенімізді қайттан дәлелдеу керекпіз. Ауыр жүктеме емес пе? Өйткені қара. Енді жылына неше үлкен жарыс болып тұр, әлем чемпионаты болды. Елорда капқа қатыстың, Азия ойындарына қатыстың. Не емес пе? Физикалық тұрғыда ауыр емес пе? Енді салмақты келтіру керексің, бапты келтіру керексің деген сияқты қайта-қайта. Енді ағайларымыздың айтуынша, ағайлардың айтуымен көп халықты айтып отыр ғой, енді ау барсын, мына боксшы барсын, мықты боксшы. Енді соларға қарсы ма деп ойлаймын, енді дәлелдеп шықсын деген сияқты. Қайтадан ба? 57-де? 57-де. Енді ағайларымыз қатысасын деді, енді ағайларға қарсы шығамаймыз. Енді қазір дайындықты бастайын деп тұрсың қайтадан, аз уақыт қалды? Дайындық бастап. Енді осы Астанада Азия ойындары, Азия чемпионаты отыр жастарда. Інің Төрехан қатысып жатыр. Қатысып жатыр. Ойлағам, осы Азия чемпионатына Алла қаласа Төреханға аяғына дейін жанкүйер боламын деп. Енді өзіме жарыс шығып тұр. Енді өзім қайттан чемпионатқа барып дайындалайын деп тұрмын. Ханчжоуға барайықшы, Азия ойындары көп сұрақтар қалып қойды көкейімізде. Енді бірінші жекпе-жегіңді айтайық, өзіңнің көңілінен шықты ма? Өнер көрсеткенің жалпы жеңісіңе көңілің тола ма? Енді Азия ойындарына барған кезде Елорда кубокта ойнадым. Сол жерде жақсы формада болдым да. Бірінші кездесуден өзім байқалды да. Енді осы Ханчжоуға барған кезде Азия ойындарында бірінші күні уже кішкене ауырлау қимылдап дұрыс формада болмадым деп ойлаймын. Енді ұтылғаннан кейін ондай сөзім керек деп ойлаймын. Жоқ, расымен де мысалы оны біз жалпы айта салу оңай ғой. Бірақ енді көп жігіттерден естідім, қол аяқ дұрыс жүрмеді деді. Енді қатып қала ма, әлде болады ғой бір кедергі сияқты. Енді рингке шыққан кезде, рингте өзім білемін ғой, андай рингке шыққан кезде өзім сезінемін да, өзім жеңіл емеспін, ауыр қимылдап тұрмын да. Жаңағыдай формаға дұрыс кіре алмай қалдым ба деп ойлаймын енді. Сосын ойнайтының бар еді ғой, ойнайсың, гипс дейді ғой, солар рингтің ішінде шықпай қалды да. Соны бізде таң қалдық. Біріншісіне көңілің толды ма, толмады ма бірінші жекпе-жегіңе? Бірінші кездесуде енді қатты өзім көңілім толмады, енді өзім істеген нәрселерімді істейін десем, ол жерде де істей алмай жатырмын да. Кішкене формада емеспін деп ойладым. Енді 3 күн, бірінші бойдан кейін 3 күн болды. Ағайымызбен қайттан жаңағыдай жаттығуды бастадық, дұрыстап, қайттан лапада жылдамдық қас деп. Екінші жекпе-жек. Солтүстік кореялық қарсыласың. Енді солтүстік оны мен негізі көрмеген боксшы. Енді 4 жыл бұрын жаңағыдай Азия ойындарында қатысқан екен. Ол Азия емес, келе алдыңғы Азияда қатысқан екен. Енді рингке шыққан кезде
Жалпы өзің жеңілдім деп ойлайсың ба? Бой жекпе-жек қалай болды? Бәрінің көңілі толмай жатыр, оны естіген шығарсың, иә? Ұрланды, жеңіс ұрланды мына жерде. Жеңді деп халық айтып жатыр. Енді оны бір бас жоғары ұруға болады да, негізі оны. Кішкене повод дейді ғой, оған повод беріп қойдым да мен. Онда ударларын тигізіп алып, айқын басымдықпен жеңдім деп айта алмаймын. Екінші, үшінші раундты алып тұрсың ғой негізі? Бірінші раундта мен күтпедім, бірінші раундта істеп жатырмын. Бірінші раундтан кейін 4-1 естідім ағайларым 4-1. Енді одан кейін асықпадым, сонда да қазір екінші раундты алам ғой, үшінші раундқа қарай темп көтерсем, аламын деп ойладым. Екінші раундты ұрып шықтым, 3-2 маған келген екен. Одан кейін үшінші раундқа қайтадан 3-2 ар жаққа кеткен. Соны айтам. Енді ол төрешіліктің мәселесі ол бөлек әңгіме, иә, қазір үлкен разбор болып отыр. Енді өзімді айтатын болсам, енді кішкене повод беріп қойдым да. Басқа кездесулерде де көп болды. Енді жаңағыдай Асланбек ағамыз енді өзбек боксынан 2 раунд жеңіліп келе жатты да, бермей жатыр да. Егер Асланбек ағам 3-ші раундта құлатпағанда, ол да бермейтін еді. Одан кейінгі Жапонмен шықты. Өзім сол жерде көзбен көрдік, жанкөр болып айқайлап отырдық. Ұтылған жоқ негізі бойды. Таза ұрып алып бізге бермейді. Асланбек мынандай деп айтты дейді осы жекпе-жектен кейін. Рас па, өтірік па білмеймін, өзің. Мен Жапоннан жеңілгеніме мұңаймаймын. Ана соңғы дейді. Мен өзбекті жеңгеніме қуанып отырмын деп. Көңіл күйің қалай деген кезде. Енді көп қазақ елі өзбек боксымен шыққан кезде не қылады ғой? Қатты жанкер болып соң. Өзіміз де өзбек боксын ұтсақ қуанамыз ғой. Қазақ елі қуанғаннан кейін өзбек боксын жеңдім деген сияқты. Олар да қатты қуанады, мысалы қазақ боксын жеңсе. Енді бізге қарсылас болып тұрған екен, ең мықты қарсыластардың бірі ғой өзбектер. Асланбекке келіп тоқтадық қой, енді жақын араласасың ғой, мен өзің жақын қасындағы бауырсың. Не деді осы соңғы жекпе-жегінен кейін бізде болған жоқ мүмкіндік сөйлесетін? Енді кішкене өкінді, жаңағыдай 3-ші орын алып лицензия алмай қалды ғой ағамыз. Финалда ұтылсам да жақсы болар еді, айтар лицензия алып кететінім де кішкене өкініші болды. Соны ғана айтты бізге. Енді Алла қаласа енді Италияда болады ғой. Асланбек ағамыз енді бұл Спартакқа қатыспайды. Бірінші нөмірлі боксшы. Асланбек пен Қамшыбекті босатты менің білуімше, бірақ ол әлі ресми айтылған жоқ. Және сені де босату керек еді негізі, мен ойымша. Енді демалып, жалпы қалпына келтіріп, ол жерде дәлелдеу емес енді. Енді, ағалардың айтуымен. Сосын енді, мына әңгіме көп болды, өзің бір тоқтамын айтсаң. Махмұт неге 51-ге түспейді, Сәкенді неге 57-ге көтермеске деген сияқты. Енді баста айтып өттім, салмағымда өсіп жатыр. 51-ге түсіп, 51-ге салмақ қуғаннан кейін Қазақстанда да өте мықты боксшылар бар. Сәкен бар, Санжар бар, Дамир Әбдіқадыр. Өте мықты боксшылар көп Қазақстан өзінде. Одан соң шетелде де. Енді 57-ден мықты емес қой 51-дегілер. Енді сен үшін түсетін болсаң. Түсетін болсам егер 51-ге мен әлсіреп қалуым мүмкін да. Салмақ кішкене аз қуатын болсам, енді 57-ге қарағанда оңай болады да, бірақ мен өзім бірінші салмақпен бірінші күресуім керек. Салмақты түсіріп болғаннан кейін барып боксасу керек. Мен өзім соңғы рет 52-ге боксастым ғой. Соңғы рет Испанияда боксастым, осыдан бір 2 жыл бұрын боксастым ғой. Сол кезде өзім 52-ге қуған өзінде кішкене әлсіреп, сондай әлсіздік көрді да. Енді көреміз. Одан кейін әлі 51-ге түсіп көрген жоқпын. Енді ұтылғаннан кейін айтып жатыр ғой, 51 деп. Енді Алла қаласа 57-де де дәлелдейміз. 57-ге де шамам келеді. Сол жақта Азия ойындарында да көрдім ғой. Бойы қатты ұзын да емес. Мысалға, мен өзім де өзбек боксшы Досматов көрдім да. Содан жаңағы не аламын да. Өзім бойы кішкентай 51-де ұтып жүрді барлығын. Оны айтады, білесің бе, көп айтатын себебі Досматовты Сәкен ғана, Махмұт ғана жеңе алады, сөйтіп бір есемізді қайтарса екен деген тілегі ғой. Арманы көпшіліктің деген сияқты. Жоқ енді. 57-де өзімді Алла қаласа 57-ге ауыстым ғой енді. 57-де өзімді дәлелдеймін Алла қаласа.
Командада енді жеке бапкеріңіз бар, Ильяс деген, Мырзағали аға бар, бас бапкер. Іште қалай тактиканы кім қойып береді? Жарыстың алдында жаңағы жаттығуларды қалай пысықтайсыздар? Екі бапкер қалай үйлесім табады деймін ғой бір-бірімен? Иә, енді бірінші кіммен шығатын, мысалы шығатын боксшының бойын жаңағы ютубтан іздеп көреміз. Ютубта көргеннен кейін Ильяс аға жеке бапкер екеуміз көреміз да, толықтай көріп. Одан кейін Мырзағайға айтамыз осының ішінде, осы боксшы Мырзағай енді баяғыдан болып жүргеннен кейін ол спортшыларды таниды да. Бізге де айтады, ол боксшыны білемін, олмен қалай істеу керек екенін. Жаңа ағайым да өзі айтады, қалай істеу керек екенін. Сосын Мырзағай енді рингке шығып баратын кезде мен ол боксшыны білемін, былай істе, былай істе деп өзінің ойын айтады. Екі ағайымыз да тактиканы қойып береді. Ағайым Мырзағай да өзінің бапкерінде. Сосын 100% орындайсың ба әлде? Қыз балыққа салынып өзіңнің үшінші вариант жасап алатын кездер бола ма? Енді шынымды айтсам, кейде рингте тыңдамай қалатын кездерім де болады. Тыңдамай қандай кезде тыңдамайтын, мысалы шот маған анаған беріліп жатады ғой. Сол кезде ағайлар сол қыз балыққа салынып кетемін да, кішкене. Ал ұтып жатсам, ағайлардың бәрін тыңдаймын. Махмұд ішке ор деп, ішке орамын, барлығы істеп жүрмін да. Жаңағыдай кішкене шот ана 4-1, мысалы 5-тен ұтылып жатсам, кішкене асығып кетемін да, ағайларды естімей қаламын да. Ол жағын Асланбек мықты сияқты да алдындағы боксына қарағанда. Асланбек ағамыз енді қанша жүрді, салқынғанды, опытный бокс ағамыз. Екі раунд көрдім, ол Асланбек, мен сол күні ұтылдым ғой, ағам сол бойда сұрақ менен кейін шықты да. Екі раундтан кейін Асланбек ағамыз да ұтылатын болды ғой деп ой келді да. Біз не болды бізге деген сияқты. Екі раундтан кейін соткадан көріп аттым мен. Развилкада. Сотканы аудара салдым, ағам ұтылды ғой деп. Кейін бар қарасым шу болып кетті. Қайта соттың аламын, кірсем, нокдаунмен шот ашып. Енді ағам үшін өте қуандым сол жерде. Өзбек боксшысын жеңгеннен. Кім хабарласты бірінші? Есе жібергеннен кейін, жаңа отырған кезде. Есе жібергеннен кейін. Енді көңіл күй түсіп кетті. Бүкіл бокс жанкүйерлерінің бәрі түсіп кетті, қазақ телевизордың алдында тұрған. Сот телефон жаңағыдай. Шұқыламадым, келдім, ойланып жаттым. Қалай ұтылып қалдым мен енді. Ол боксшыны бұлай жақсы танымаймын да. Қалай осы Кореяға ұтылып қалдым деп өзім не қылдым да. Енді бұйырмаған енді өзімде формаға дұрыс кірмеген, формаға да болмай қалдым ба. Кім бірінші келіп, жұбату айтқан, сөйлескен сол кезде? Енді телефонмен ешкіммен сөйлескен жоқ, үйде мама, папам барлығы сөйлесіп звондап жатыр, бірақ олардың сөйлесуге нем болмады да. Содан кейін ағаймен сөйлестім, жеке бапкер. Жеке бапкерім. Қайдасын комнатадан шығып, сөйлесіп, далаға шығып, біраз пробка жасап, ағаймен еңсең түсірме. Бұндай мықты спортшылардың басында өткен, талай өткен ғой. Лицензия аламай барып, соңғы лицензия алып барып, олимпийский чемпион болып кеткен қаншама спортшылар бар. Соларды айтып, қайттан жігерлендіріп. Енді сол кезде көңіл күйім қатты түсті, содан кейін сол жарыс біткенше сәл жарыстан есінен шықпай қойды ғой. Бекер қалай ұтылып қалдым деген сияқты. Сонымен Шымкентке үй жаққа келіп, бауырларым бар, ата-анам бәрімен жолыққаннан кейін кішкене енді сабыр бұйырғаны осы. Енді дайынбыз ғой енді, қайсысына болса да алға салып, бар күшіміз саламыз. Өзің жалпы кәсіпқой мансабында аз ғой жеңілгенің, ауыр қабылдайсың, енді бір Санкт-Петербургта ма, бір жекпе-жек тағы да осындай бір спорный болып. Сербияда емес па? Сербияда ма? Жапон боксымен. Мықты боксшы, ол кезде жапон боксын танымаймын, Цубой деген 51-де ойнады. Сол кезде көп боксшылар танымаймын, ол боксын танымаймын. Оған дейін жақсы мықты деген боксшылардың бәрін жеңіп келдім да. Жапон боксына келіп, ой кішкентай жаңағыдай алда жүріп кеттім де, енді есе жібек қойып болсадым. Сол кезде өкінген болдым. Енді ағайларымыз бар, ағаларымыз бар, көп осы жерде жүрген ағаларымыздың бәрімен сөйлесеміз. Мерей Ақшалов, Серік Сәпиев ағаларымыз өзінің нелерін ойларын айтады ғой. Біздің кезімізде де болған деп ойларын айтқаннан кейін өкіне алмаймын да. Серік Сәпиев ағамыз. Бір жарыс чемпион болсам, олимпиада чемпион болсам, тағы да чемпион болсам, бұның бәрі ұмытылады да, жай ғана. Әрине.
Енді 57-те кімді қарайын деп жатыр? Өзің бар, кім Серік Теміржан ауысты ғой, жоғарыға 63-ге кетті. Асақұлов еді? Ораз Асылқұлов бар. Енді сол боксшымен. Жаңадан келетін ешкім жоқ па? Профидан келіп жатқандар. 57-де мен басқа көріп тұрған жоқпын. Қазір ешкім жоқ, келіп жатқан аяқтан. Жаңаға енді Ораз Асылқұловты қарап тұр. Серікбай Асылжан бар. Елорда капта кездестің ғой, Асақұловпен? Ораз Асылқұловпен бірінші кездесуінде кездестім. Одан кейін жаңа финалды кездесу Серікбай Асылжан шықпай қалдық қой. Сол боксшы бар. Одан кейін Қызылордалық боксшы бар, Алтынбек Тұрсұлтан. Енді баяғы боксшылар ғой, баяғыда Серік алып тастағанда осылар қалды. Олармен шыққам, көргем. Енді үлгересің бе 2 аптада? Бапқа келіп? 2 аптада, енді. Қиын ғой негізі бар ғой. Өте қысқа аралық сияқты менше. Енді тренингін жасап жүрдім, бір мезгілдің, бірақ. Жаттығуды үзген жоқпын дедің ғой, қай кезден бастап қайта дайындала бастадың мысалы? Енді жаңағыдай Азия ойындарынан жеңілгеннен кейін 1 аптадай сол жақта демалдым. Ол жақта вообще жаңағыдай тренинг жасамадым. Енді тренинг жасамай жүргеннен кейін, келгеннен кейін андай желаниямен істейді адам тренинг. Мен сондай желаниямен істеп, қазір алласы басынан бастап жатырмыз енді. Енді алласы осы Спартакиада болады, алласы енді чемпиондар түні деген жаңағыдай Айба ұйымдастырған. Шақырып жатыр ма соған? Соған енді ол кездесу Астанада өтейін деп жатыр ғой. Ол қашан болады? Желтоқсанда ма? Желтоқсанның 2-сінде болады деген. Ағаларымыз звондап бокс жасасын дегендей айтты. Енді сол Спартакиадан кейін 10 күннен кейін аласы. Қайттан сол 5 раундтық жекпе-жек. Масқара не жүкті емес енді? Соның бәрінен дайындаламыз енді. Сәттілік тілейміз енді. Саған үлкен рахмет, тілектеспіз. Көрдің ғой енді, анаяқта да мүмкіндік болмады, осы сұрақтар болды көкейде. Енді ол жақта. Тағы да сұрақтар бар, байланыстамыз ғой. Болып жатса, қазір сұрақтар жіберіп жатса, бір маңызды ішінде бір кейбізде шынымен ойланып қалатын сұрақтар болады. Өзіңе жолдайын, Инстаграм бар, әлеуметтік желілер бар. Байланыста болайық. Рахмет саған үлкен.